негізінде сұрап жатыр, насихат сұрап жатыр бауырлар. Бір мешіттердің мысалы газ, суларына ақша жинау керек болады. Не болмаса бір қиналып жүрген бауырларға бір жамағат болып ақша жинау мәселелерінде кейбір жағдай бір бауырлар соған қатыспайды деп бауырлар ұсыныс қойды, бір насихат қылса деп сіз сол мәселеде. Негізінде ақша жинау бұл үлкен проблема болды. Ақша жинау бұндай жерлерде пәлен бағанағы қазіргі күндегі танықты болған аппараттар арқылы ақша жинау басқа. Бұның артында көп дұрыс емес нәрселерде болуы мүмкін. Сол үшін адам ақша табуды қалай білген сияқты, ақшаны да істететін жерін біліп істету керек. Ана жерде жарияланған хабар, мына жерде жарияланған хабар, о жерге ақша аудар, мынаған ақша аудар. Аллаху алам, ол шын ба, өтірік па? Кейбір сәләфилердің сөзін айтып, садақа туралы уағыздарын қойып, түсінікті ме жоқ па? Міскіндерге, жетімдерге қарау деген сияқты осындай. Қай бір адам болса да оны қазір қойып істете алады. Түсінікті ме? Сол үшін Аллаху алам, ол шыныменен солай істеліп жатыр ма? Немесе сырттағы, немесе іштегі болған кейбір адасқан тайпалар, такфирилер, немесе өкіметке қарсы болып жатқан адамдар істеп жатыр ма оны? Түсінікті ме? Немесе өздерінің ақша дүниелерін жинау үшін, өздеріне байлық арттыру үшін істеп жатыр ма? Біз білмейміз о нәрсені. Сол үшін білмегеннен, сен білмеген нәрсеге адам араласпайды. Қолынан келген дүниең болатын болса, сол нәрсені білген жеріңе істетті. Сол жарияланған нәрсе анықталып, егер шынымен осындай нәрсе болып жатса, бар болып жатса, анық сенсең, білсең, ол уақытта қолыңнан келгенше жәрдеміңді берсең болады. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, мешіттер немесе соған ұқсаған жерлер болатын болса, оны да сенімді баптан істеу керек. Пәлен мешітте былай болып жатыр екен деп ақша жинаса, оның артынан сенімсіз бере бермеу керек. Жағдай барынша, әсіресе мынау азғантай осындай бір үлкенірек ақша болып, өзі төлеуге мүмкіншілігі бар бауырлар болатын болса, сол нәрсені қолдарына алып төлесе жақсы. Жағдай барынша сол не бар ғой? Фатура деген нәрсе бар ғой енді. Қағазы бар. Сондай нәрселер бар, өздері алып, төлеп, соны тексеріп, қадағлап, артында болып істесе жақсы. Бер деген адамға бере беру дұрыс емес бұл нәрселерді. Ama мешіттерге жәрдем беру, олардың газдарын төлеу немесе светтерін төлеу, мұсылмандардың орталығы ол жақсы нәрсе, алхамдулилlah. Өзің пайдалансаң да, жалпы мұсылмандар пайдаланса да, сен оқитын мешіт болсын, сен оқымайтын мешіт болсын, жалпы еліңдегі мұсылмандар пайдаланатын мешіт ол жақсы, алхамдулилlah. Оған жағдай барынша адам жәрдем берсе жақсы, бірақ оған зекеттен бермейді. Біліп қою керек о нәрсе, бұл нәрселер барлығы жалпы садақадан істетіледі. Зекет берілмейді ондай жерге. Зекет беретін адам маруф болған, оның зекет орындары 8 түрлі орны бар, сол жерлерге ғана зекет беріледі. Ана мешіт салу, медресе салу, жол салу деген сияқты, жетім асырау деген сияқты, жетімханаларды салу деген нәрсе, осыған ұқсаған нәрселерге зекет істетілмейді. Түсінікті ме жоқ па? Ол жетім, иә, болуы мүмкін, кедей болса, жесір, иә, кедей болатын болса, яғни берсе болады. Түсінікті ме жоқ па? Әрбір жетімді кедей бола бермейді, әрбір жесірде не? Кедей бола бермейді. Құранда Аллах субханаху ва таала кедей бишара адамдар деді. Жағдайы нашар, сол адамдар деді. Сол адамдарды іздеп адам зекеттерін өзінің шариғатта баяндалған орындарға ғана береді. Және бір бөлек нәрсе бар бұл сұрақта, жағдайы бар бауырлар деген нәрсе. Жағдайы бар бауырлар бола ма, жағдайы жоқ бауырлар бола ма, бірнеше реттен айттық бұл жерде. Әрбір адам садақа қылуға мүмкіншілігі бар деп. Садақа қылу бұл байлардың несі емес, қасиеті емес. Жағдайы бар адамдарға қойылған қасиетті іс емес. Иә, кейбір үлкен істер бар, сенің жағдайың жетпейді. Сен үлкен нәрселерге асылмай-ақ қоя сал. Сенің жағдайың жетпейді, бірақ жағдайың жететін нәрселер көп қой. Сол жерге ықыласпенен қажетті орындарын тауып, іздеп берсең, 1 теңге 100 мың теңгеден асып өтеді, иншаллах. Біреу 100 мың теңге беріп жатса да, сенің 1 теңгең одан асып өтеді. Енді 1 теңге әрбір адамда бар ғой. Солай ма жоқ па? 100 теңге де әрбір адамда бар қазіргі күнде, алхамдулилlah.
Бірақ біреулер үшін 100 теңге ештеңке емес. Бірақ біреулер бір адамдар үшін нешін нан алады 100 теңгеге? 2 нан бір семья тояды оған. 2-3 балалы семья бір күн аштықтан сақталады. Солай ма жоқ па? Ол яғни бар нәрсе о нәрсе. Өздеріне нан таба алмай жатқандарда жеткілікті. Бар ондайларда. Біз кейбіреулеріміз көзіміз көрмеуі мүмкін, бірақ бар сондай адамдар. Сол үшін бұл нәрселерді яғни садақа ету немесе соған ұқсаған нәрселерді жағдайы бар адамдарға байламай, әрбір адам қолынан келгенше садақа немесе жақсылықтарға өз нәсібесін, өзінің бір үлісін қосса жақсы. Сөзсіз ол бір ауыр жағдайлар болып қалған уақытта жағдайы бар адамдарға жағдайы жоқ адамдардан көре уәжіп не көбірек болады. Түсінікті ме жоқ па? Мысалы бір жағдай болып қалды, адамдардың ішінде көбі бұл жағдайды шешуге қолынан келмейді. Бірақ бір адам бар, 2 адам бар, солардың қолынан келеді. Сол адамдарға мүмкін уәжіп болады шығар сол жерге жәрдем беру. Мысалы айтайық, бір адам шөгіп жатыр. 10 адам бар, оның ішінде бір адам жүзуді біледі. Солай ма жоқ па? Кімге уәжіп болады сол жерде? Жүзуді білетін. 9-шы түссе өзі шөгіп кетеді. Түсінікті ме? Бір адамға парыз болады сол жерде ана адамды не қылу? Құтқару. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін кейбір жағдайларда кейбір адамдарға парыз болып қалуы мүмкін, кейбір істер. Солай ма жоқ па? Бұл өзінің жағдайы бар, өзінің кезі, уақыты, жағдайы болып қалуы мүмкін. Жалпы бұл баптар әрбір мұсылманға қатысты ол нәрселер. Аллаху а'лам.